қонақтар дастарханға ақ мол болсын деген ниетпен, тілекпен қояды. Ақтан тағамдар әзірлеуде бірнеше мыңдаған жылдар бойы халық аса бай тәжірибе жинақтай отырып, одан 100-ден астам тағам түрлерімен дайындау әдістерін жасаған. Айранды дайындау үшін бізге арнайы ашытқы мен жылыңқыр қалыптағы сүт қажет. Айран ұйытылған сүтті 5-10 минут қайнатып, қанжылым қалыпқа түскенше суытады. Содан соң ұйытқы қосып араластырады да ыдысты жақсылап бүркеп тастайды. Ол 1-2 сағат аралығында ұйып болады. Айранды сусын ретінде немесе тағам ретінде де пайдалануға болады. Айран сүттен жасалатын ағарған. Айранның адам ағзасына пайдасы мен қасиеті мол. Мәселен, адам түрлі тамақтардан уланған кездерде айранды қолданады. Себебі бұл өнім ағзаны тазартып қана қоймай, өзінің дәрумендерімен емдеп жазады. Ауруға қарсы тұру қажырын көтереді. Осымен дәрумендерге бай ақ тағамымыз айран дайын. Ақ мол болсын.